біз сіздерге бәріне ғана келсін. Тағы бәріне ғана келін. Әлі аударға келемін. Әжеге келгеннен кейін бірінші кездесуімізді, үшінші кездесуім басқа кейін тағы бір сыйлар Аға түсірмеңіз. Қалай түсірмеймін? Жоқ, тікелей эфир ме? Тікелей эфир. Жоқ, кім боласыз өзіңіз? Таныстырыңызшы. Өзіңіз аты жөніңіз кім? Міне, әкімдікте сөз бермейді адамдарға. Міне, Алматы қаласының әкімі атом электр станциясын салуға байланысты сұраққа келген кезде біліп отырды. Не болды? Жоқ, енді ана сұрақ тыңдау керек еді ғой. Мынаны қараңыз. Дәл сол сұраққа келген кезде уақыты бітіп қалды әкімнің. Полиция қызметкерлері барып жатыр, бізді қорғайтын. Не дейді Мадина? Человек не хочет отвечать. Да? В прошлый раз он меня задержал, вот синяки. Он дал приказ задержать, вот синяки. Смотрите. Қолдың бәрін көгертіп сап, мынаңыз? Поэтому вот, смотрите. Судмедтік экспертиза өтті ме? Жоқ, өткен жол алып кетті полицейлер. То есть человек за всю свою работу ни одного митинга не согласовал. Этого не делал даже ни один предыдущий аким. Если он боится народов, если он боится акимат, боится алматинцев, пусть увольняется. Это что за шоу вообще? Ни один вопрос, который задавали и раньше на таких отчетных встречах, он не решил. Все встречи неисполнительны. Что за особо заботливое отношение его подчиненных? Это специальная провокация. Міне, митингіге 10 рет арыз түсірген, соның біреуіне де рұқсат бермей отыр. Более 20 уведомлений, ни одного не согласовал. Может, тогда не надо вот эти шоу устраивать, отчетные встречи, если он так боится. Ау! Дұрыс. Міне, мұнда қолдаушылар бар екен, Құдайға шүкір. Вначале задали, а сидеть самых таких. Это специальные какие-то провокации. Поэтому мы требуем увольнения Дусаева как несоответствующей своей должности. Это вообще позор. Это не аким, это позор. Әсет, не сұрақ еді? Тікелей эфирдесің. Жеке сұрақ па? Қатысы жоқ па? Жеке сұрақ емес, халықтың несі? Қандай? 3 жасар қызы, мысалы, осы Әуезов ауданында балабақшада зорланды деген. Сол күні мешітіне келді деген. Бір қазақ көтермейсіңдер ғой. Көтерілу керек, неге айтылмайды? Жоқ, соның не, данныйлар бар ғой өзіңде, мен таппадым. Балабақша барайық десек, атамекен жолатпайды. Жоқ, барайық, мен соны іздеп таппай жүрмін ғой өзім. Міне, мына жерде тағы бір мәселені көтеріп жатыр. Арыздан фамилиясын есінде жоқ, видеода бар. Көріңіздер арыз. Тек әкімшілік арқылы ғана шешіледі бізде мәселелер, міне. Қараңыздар. Жаңа әкімге жібермей маңызды мәселелер қалған кезде осылай кетіп қалды.